Қамиұлы Кәкім 1950 жылы 7 қазанда Манаш ауылында қарапайым балықшылар отбасында дүниеге келді. Әкесі Қами Бүкешұлы балықшы болған. Анасы Ағраш Серханқызы үй шаруасын атқарған. Отбасында 5 ағайынды болған. Үлкен апасы Динаш, Мүслима, сақтап берген Әмина, Кәкім. Өкінішке орай әкеміздің бауырлары бұл өмірден бақилық болған. 1957 жылы Қызылбалық колхозына көшіп келген. Сол ауылдың орта мектебінде 10 сынып оқып бітірісімен Гурьев қаласындағы химиктер поселкіне 1969 жылы Қызылбалық колхозына көшіп келеді. Осы поселктағы химиктер училищесіне түсіп, оператор мамандығын бітірген. Таксопаркте 1969-1974 жылдары жүк көлігін жүргізіп, Целинада жұмыс жасаған. Одан келіп Гурьев қалалық облводхоз мекемесінде 1974-2000 жылдары жүргізуші болып жұмыс жасаған. 1974 жылы анамыз Мәзім Қаниқызымен отау құрып, ізінен 2 ұлы Мұрат, Самат, қыздары Гүлнар, Гаухар, Гүлсім және 5 немерелері Аблайхан, Құралай, Баян, Ажар, Кәусар. Жиен немерелері Анар, Мөлдір, Жанар, Жаңабай, Кумуш қалды. 1984-2010 жылдары Кеңөзек округі және мал шаруашылығымен айналысып бастады. 2010 жылдан бастап зейнетке шықты. Тең келмейтін алтында еш қолдағы, өзің едің әке үйдің зор бағы, жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің шың асқақ, сенсіз қалды жанымызда тым мақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар, ал біздерге әкесің, немерең де, шөберемен шөпшегің, бәрі сені сағынуда әкешім.